Барлық ханафи ғалымдар күйеуіне өлген әйелін жууға, денесін ұстауға және денесіне қарауға тыйым салады. Бірақ сонымен бірге оның бетіне қарауға рұқсат етеді. Себебі ғалымдардың пайымдауынша, жұбайы қайтыс болғаннан кейін неке бұзылған болып саналады және ол оған бөтен әйелге айналады. Ал әйеліне өлген күйеуінің денесін қарап, оны толығымен жууға рұқсат етеді. Себебі күйеуі қайтыс болғаннан кейін 4 ай 10 күн бойы идда болады деп ақталады. Мен ғалымдарды дүмше ғалымдар, ал имамдарды сауатсыз деп атағанда, барлық сектанттар маған шабуыл жасап, жексұрын сөздер айтады. Бұл дүмше ғалымдар мен сауатсыз имамдар дінді күрделендіріп, мұсылмандар арасына фитна жасауда. Аллах Құранда жұбайларыңмен бірге қуанышпен жұмаққа кіріңдер дейді. Зухруф сүресінің 70 аятында. Бұдан мынандай сұрақ туындайды. Егер олар қайтыс болғаннан кейін ажырасқан болып есептелсе, қалай қайтадан ерлі зайыпты болады? Егер шын мәнінде ғалымдар болған болса, неге бірде-бір ғалым осы мәселе жөнінде ойланбады? Неге? Себебі олардың бәрі сауатсыз, Құдайдың шариғатынан көп нәрсе түсінбеді. Күйеуіне әйелін жууға тыйым салғандар идда мерзіміне дәлелдер келтіреді. Ал Аллах әйелді осы идда уақытында тазаланып, басқа күйеуге шығу үшін, жалғыздықтан зардап шекпеу үшін, күн көрісі үшін зинамен айналыспасын деп идда мерзімін белгілеген. Имам Ахмад әл-Хамның әйелінің денесін жуғанын айтады. Масай Салих және Абу Даудта. Сондай-ақ Ахмад пен Аш-Шафиғи Әлидің Фатиманың денесін жуғанын сілтеме жасайды. Задул аль-Мустафир және Әл-Ум кітаптарында. Айша былай деген: бір күні Аллахтың пайғамбары Әл-Бахи зиратында жерлеуден қайтып оралды. Менің басым қатты ауырып, "О, менің басым" дедім. Сонда ол: "Мен "О, менің басым" деп айтуға тиіспін. Сені қатты мазалаған не? Егер сен менен бұрын өлсең, мен сенің денеңді өзім жуып, сені сабанға орап, жаназаңды шығарып, сосын сені жерлеймін" деді. Ахмад пен Ибн Маджа. Әл-Хаким мен Әл-Бейхақи Асма бинт Умейстің Әли ибн Абу Талибпен бірге марқұм Фатиханың денесін бірге жуғандарын хабар алған. Сондай-ақ Айша былай деген: егер мен бұрын білген болсам, онда Расулалланың денесін оның әйелдері ғана жуар еді. Ахмад пен Абу Дауд. Ері зайыптылардың қайтыс болғаннан кейін тірі кездерінде қараған, көрген жерлеріне қайта қарағандарында тұрған ештеңе жоқ. Сондай-ақ ері зайыптылардың бірінің бірі денесін жууға құқығы жоқ деп айтуға ешқандай негіз жоқ. Сауатсыз дүмше ғалымдардың, надан имам Ханафиттердің бұл сырын ешқашан да тыңдамаңдар.